Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында Шаған ауылдық округ әкімінің тәртіптік ісі қаралды. Мемлекеттік қызметкер жер кодекс талаптарын өрескелі бұзған. Жиында мұнан бөлек сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоғары саналатын білім және ауыл шаруашылығы саласындағы өзекті мәселелер талқыланды. Әдеп жөніндегі кеңес отырысы облыстық мемлекеттік қызмет істері департаментінің жаңа басшысы Ғалым Тұрсынбаевтың төрағалығымен өтті. Ғалым Сұлтанұлы бұған дейін агенттіктің Қызылорда облысындағы департаментіне 2 мәрте басшылық жасаған болатын. Ал мемлекеттік қызмет саласындағы жалпы еңбек өтілі 26 жыл. Осы жылдар ішінде іскерлігімен көзге түскен Тұрсынбаев кеңес мүшелеріне сәттілік тілеп, бірлесіп жұмыс жасауға шақырды. Жиында әуелі әдеп жөніндегі кеңестің алдыңғы отырысында қаралған мәселелердің орындалу жайы талқыланды. Мұнан соң Шаған ауылдық округінің әкімі Ұлбала Абдраманованың тәртіптік ісі қаралды. Облыстық жер комиссиясының хаттамалық шешіміне сәйкес бұл өтініш қанағаттандырылып, яғни Сырдария ауданы Шаған ауылдық округі аумағында 437 гектар беру туралы облыстық жер комиссиясының хаттамалық шешімі қабылданған. Осыған орай Ордабай ата шаруа қожалығымен 2021 жылдың 9 тамызында шешімді негізге алып Сырдария ауданы Шаған ауылдық округіне жер учаскесіне құқық беру туралы өтінішпен жүгінген. Дегенмен Абдраманова 2021 жылдың 12 тамызында нөмірі 17-20 хатымен Шаған ауылдық қоғамдық кеңесінің келісімі алынбаған деген уәжбен ешқандай заңнамаларға сілтеме жасамай негізсіз хат ретінде қайтарғандығы анықталды. Ауыл әкімі қоғамдық кеңес жиналысының хаттамасына сәйкес Орманбай ата шаруа қожалығына жер учаскесін беруге келісім берілмейді деп шешім қабылдаған. Алайда жер кодексінің 43-ші бабының талаптарында жер учаскесін құқық беру барысында қоғамдық кеңестермен келісіледі деген норма айқындалмаған. Сондай-ақ кеңес шешімінің көшірмесі қожалық иесіне 5 жұмыс күнінің ішінде жолданбаған. Қызметтік тергеп-тексеру материалдарын мұқият қараған әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Шаған ауылының әкімі Ұлбала Абдрамановаға қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіптік жазаны қолдануды ұсынды. Негізгі мәселе бұл жерде 11-ші тармақ, яғни жеке және заң тұлғаларға құқықтары мен заң мүдделерін іске асыруына ашық кедергі жасау. Мен ұсынысым Сырдария ауданының әкімі Ергешбаевқа, Шаған ауылдық округінің әкімі Абдраманова қызына қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіптік жаза қолданды. Енді бұл жерде қызметін төмендету түріндегі тәртіптік жаза қолдану мүмкін емес, өйткені бұл кісі сайланбалы мемлекет. Кеңес отырысында облыстық білім басқармасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарып жатқан жұмыстарының есебі тыңдалды. Басқарма тарапынан білім беру ұйымдарының басшыларына мемлекеттік қызмет көрсету, мемлекеттік сатып алу, педагогтардың аттестациядан өтуі немесе еңбек ақыларын есептеу кезінде заңсыз әрекеттерге жол беруге немесе сыйақы алуға қатаң тыйым салынған. Бірақ зерделеу жұмыстарының нәтижесінде 112 факт анықталып отыр. Осы ретте білім беру ұйымдарында жалған диплом сертификатымен соттылығы педагогтар мен техникалық персоналдардың жұмысқа орналасуын алдын алу бойынша ішкі талдау негізінде зерделеу жұмыстары жүргізіліп, нәтижесінде анықталған 112 факт құзырлы органдармен қаралды. Осымен бірге басқармамен жүргізілген ішкі талдау барысында біліктілік санатын алу кезінде біліктілік тестілеудің жалған анықтамасын ұсыну жағдайда анықталып, біліктілік санатына қосылған үстеме қаражаты қайтарылды. Дәл осындай кемшіліктер ауыл шаруашылығы саласында да кездеседі. Әсіресе мал басын, минералдық тыңайтқыштарды және ауыл шаруашылық техникаларын субсидиялауда сыбайлас жемқорлық тәуекелдері анықталып отыр. Сондай-ақ талдау жұмыстарының нәтижесінде субсидия алушы кәсіпкерлердің құжаттары басқармаға тиесілі компьютерлерден жүктелгені белгілі болды. Кейбір жағдайларда тіпті жоқ мал басын бірнеше рет субсидиялауға мүмкіндік берген. Яғни жануарлар тек жүйеде және тек субсидия алу үшін ғана аталған жүйеде тіркелгені анықталған. Әкімдіктердің қызметшілері субсидияларды бөлудің нақты күні мен уақытын біле отырып субсидияларды үлестес ауыл шаруашылығы тауарлары өндірушілерге бөлу мүмкіндігіне ие болған. Бұл өз кезегінде бюджет қаражатының шектеулі болуына байланысты ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері субсидиялардың тиісті көлемін толық алмауына себеп болған. Проблема мәселе болып тұрған бұл жаңа базалардың интеграциясы. Госуслуг болып есептеледі, регламенті бар, стандарты бар. Интеграция болмаған, это основание для отказа субсидий. Болмайды.
ол жерде шаруашылықтың кінәсі жоқ, интеграция болмаған. Интеграция болмаған бүкіл республика бойынша. Это по республике ситуация осындай болды. Төлейін десек енді, соответственно, балғындарда вопрос. Сендер төлейіндер, интеграция жоқ. Да, проверить невозможно. Біз өз тарапымыздан, например, жаңа счет фактураға байланысты. Налықтан кірістер департаментіне хат жолдаймыз, бізге мынандай счет фактураларын тізімдеп тексеріп беріңіз. Олар беруге құқығы жоқ сіздерге. Олар беруге, да, салық кодексі бойынша құқығы жоқ, бізге отказ береді. Жиында Қармақшы ауданы әкім аппаратының басшысы әдеп жөніндегі уәкіл Айбол Нұров пен облыстық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті басшысының орынбасары Серік Умаров кеңес мүшелеріне есеп берді. Қармақшыда жыл басынан бері 34 мемлекеттік қызметшіге тәртіптік шара көрілген. Оның 27-сіне ескерту берілсе, қалғаны сөгіс түрінде тәртіптік жазалған. Әдеп жөніндегі кеңес төрағасы Ғалым Тұрсынбаев алдағы уақытта мұндай кемшіліктер орындалмас үшін мемлекеттік қызметшілерді оқытып, түсіндірме жұмыстарын жиі жүргізуді тапсырды. Әкімді Жолтаев, Айбек Қаржаубай, Жангелді Әлібаев, Қызылорда телеарнасы.